ағайындар өте үлкен трагедия жағдай болып жатыр ғой, енді самолет құлап жатыр Маңғыстау облысында, Ақтау жақта. Соған мен кішкене бір түсінбейтін сұрақтарым бар еді. Сіздер мүмкін білетін шығарсыздар. Мына қараңыздар, мына жерден самолет былай ұшып келеді Грозныйға, сосын тұман дейді де, Махачкала, Тбилиси мына жерде соларға жібермей Ақтау жаққа жібереді ғой. И ұшып бара жатқан самолетта, мына жерден былай ұшып бара жатқан самолетта мынаның видеосы бар. Самолеттің крылосы сынғаны туралы. Андай демалатын нәрсесін шығарып тастаған, значит, аварийный ұшып келе жатқан самолет деген сөз да. Сол аварийный ұшып келе жатқан самолетті мына жердің бір аэропортына қондырмай, тұман болды дейді, сенейік тұман болғаны. Теңіздің үстімен Ақтауға апару деген енді мен үшін жұмбақ нәрсе да. Түсінбеймін мен это авиацияда түсінігім жоқ адаммын. Сол түсінбеймін. Бірақ енді логикаға қарағанда енді былай ұшып келген самолетті мына жерге қондырудың орнына былай апару деген енді логикаға кірмейтін нәрсе ғой былай қарағанда. Түсінбеймін мен. Жоқ, қазақстандықтар қаза тауып отыр енді. Азербайжан халқы, Ресей халқы әрине өкінішті қаза тапқандарына, бірақ енді қазақ болғасын ең бірінші Қазақстан халқының жанына ашиды ғой. Сол себепті қанша қазақстандықтар ішінде бала бар даже қайтып кетіп отыр да. Мынау енді логикаға жатпайтын нәрсе ғой былай қарағанда. Былай апару деген самолетті. Түсінбеймін мен түсінігім жетпейді ондайға. Сол себепті сұрақ қойып жатырмын да, қалай мүмкін болды деп ше.